Мына исламда айтады ғой, мұсылманға малы, жаны, ары харам етілді деген нәрсе бар ғой. Шынымен әрбір мұсылманның дәрежесі. Елімізде мысалы кім мұсылман болды, бүкілінің дәрежесі жоғары тұрады, биік тұрады. Ары деген нәрсе осы. Шынымен байқайсыздар ма, кейбір кезде біздер, кейбір кезде жағдайымыз жақсарған кезде басқа адамдар жалпы жағдайына қарай құрметтей бастаймыз. Байқайсыздар ма? Кейбір кезде жағдай жақсы бір адамдар отса төмендеу кішкене. Білмеймін енді, Алланың алдында емес қой ол, әлбетте өзінің алдында солай ойлайды да, төмендеу тұрған адамға жаңағы кемсітіп, келемеждеп, солай төмендетіп сөйлеу деген нәрсе бар да, бұл ауру бар да бәрібір. Сондай жоқ, ары харам деген нәрсе сол. Бір мұсылманды екінші бір топтың арасында отырып, сен деп жаңа арын атетін сөздермен келеке мазақ қылу исламда қатты қайтарған нәрсе. Анау историяда бар ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи уақытында Біләлді негрдің баласы деп айтып қалған кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи білесіздер ме, қалай ұрысқанын? Сол сияқты әрбір мұсылманды бағалау керек. Байқайсыздар ма, бізде мынандай нәрсе да, мынандай сөз естігенсіздер ме? Бір белгілі бір дәрежеге жеткен кезде бір адамдар сәл төмендеу деп санайтын адамдарға өзінен жоғарыларға айта алмайды ғой, самасы ғой. Төмендеу адамдарға саған қарап қаппын ба, сенсіз де істеп аламын, естігенсіздер ме осындай нәрсені? Мен өзім мақтандырып аламын, саған қарап қалған күн жоқ, Құдайға шүкір деген нәрсе. Олай айтпаңыз. Кеше көрдіңіздер ғой, мына жерде бір кісілер келді ғой, бізден негізі жағдай кісілер барды арасында, бірақ саған көздері жәутең етіп қарайды. Неге? Алла Тағала солай істеп қойды, бұлар саған мұқтаж қойды да. Енді Аллаға мұқтаж ғой, бірақ сенің қолыңа қарап қалды да. Өзің ойлашы, Құдай сақтасын, жол апаты демей-ақ қояйық, бірақ әйтеуір бір қаланың сыртында, ауылдың сыртында бір жағдаймен сен қалып кеттің да, бір жағдай болды сондай. Өлейін деп жатсың да, или шөлдеп айдалада қалып кетсең, қолыңда су жоқ та, шөлдеп өлейін деп отырсың да. Бір қойшы келсе, бір түрі жаман қойшы келсе да, қолында суы бар. Су берейін ба десе, бар еді. Бір аттар келеді маған, саған қарап қалған күн жоқ деп айта аласың ба? Қойшының аяғын сүйесің ба? Біз ертең білмейміз кімге мұқтаж болатынымызды. Ана бір ауылда тарихта айттық қой, бір жігіт, жаңа бір байдың інісі ауылда, сен тиіспеген адамы қалмайды да. Бірақ бір күн жол апатынан қайтыс болған кезінде ауылындағы балдардың бәрінің қанын ішкен ғой ол ше. Бірақ қайтыс болған кезінде сол ана өзінің қанын ішіп жүрген балдар бар ғой, келді дейді, жуындырып, кебіндеп, жаназасына қатысып, қандай адам еді, жақсы адам еді, кешіресіздер ме, кешіреміз деп барып, жерлеп, иықтарына салып көтеріп ше. Ол айтады, ол негізі ақылға салса, мынау адамдар иығына салатын адам емес еді дейді да, өйткені бұлардың қанын ішкенде, бұлар оны иығына салып, апарып жерлеп, Құранын оқып, жақсы адам еді деп кетті дейді да. Ертең біз кімнің алдында сүмірейіп тұратынымызды әлі білмейміз жігіттер. Сол үшін әр адамның орнынан, сен айдалада өлейін деп жатқан кезінде саған су бергендей көрсе оны, солай көрсең құрмет болады да. Бұл құрметтеу енді барып жәрбеңдеу емес қой. Бізде кейбір кезде шынымен адамдар ше, қорқу дегенмен құрметтеу деген нәрсені шатастырады да. Біз ана адамдарға кішіпейіл бол, адамдардың алдында кішіпейіл бол десең, ана біреулер айтады, кішіпейіл болсаң басыңа мінеді олар. Онда жүр онда деп айқайлап еш нәрсе тындырып атқан жоқсың ғой бәрібір. Кішіпейіл бол деген алдына барып сүмелек бол дейді, сүмелек бол деген сөз емес қой. Құрмет, адамға деген құрметті. Жалпы үйренсе, қорқу дегенмен құрметтеу дегенде үйренсе болды, саған оңай болады бәрібір. Біз осыны шатастырып алғанбыз ғой. Қараңыз, мұсылманның қадірі қандай екенін айтайын соңғы сөзім. Омар радиаллаху анху Каба қаратасқа қарап тұрып айтады, қаратас, қандай қасиеттісің. Құдіретті емес. Қаратаста ешқандай құдірет жоқ. Қасиетті, қанша адамдар келіп оны сүйіп, не істеп жатыр. Қандай қасиеттісің дейді да, не дейді артынан. Бірақ бір момын мұсылманның ар намысы сенен де артық дейді. Бір мұсылманның ар намысы сенен де артық дейді. Жігіттер, қаратасқа бізге қандай құрмет? Құрмет қалай өз бізде қаратасқа? Ал әр мұсылманның қадірі одан да артып тұрады.